Халық даналығы ел аузында. Зерделі аңызы. Баяғыда Зерделі дейтін шешен білгір адам болыпты. Зерделі жолдастармен жихан кезіп келе жатып, бір қарияға кездесіпті. Сәлемдесіп, жөн білгеннен кейін қария Зерделіге: «Әкең Қазақбайды білуші едім. 3 түрлі бала туады. Бір бала әкесінен өте туады, бір бала әкесіне жете туады. Енді бір бала кері кете туады. Сен қайсысы боласың?» депті. Зерделі: «Ата, өте туған бала боларымды алдағы өнерім білдірер. Кері кете тудым деу сізге де мына жолдастарыма да өкінішті болар еді. Әзірше өз ойым жете тудым ғой деп білем» депті. Қария: «Балам, өтірік пен шындықтың арасы қандай?» деп сұрайды. «Өтірік пен шындықтың арасы 4 елі» деп бала оң қолының 4 саусағын көзі мен құлағының аралығына басады. Қария: «Балам, ақыл кімнен шығады, асыл неден шығады? Оны білдің бе?» депті. «Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады» дейді Зерделі. Біраздан соң қымыз ішіп отырып Зерделі: «Ата, екеуіңіз қалай болды?» деп сұрапты. Қария: «Екеуім 3 болды» дейді. «Алысыңызбен қалайсыз, жақыныңызбен қалайсыз?» «Жақыныммен жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алысым араздасты». «Тәттіңізбен қалайсыз?» «Баламай, тәттінің де дәмі азая бастады ғой» депті. «Несиеңіз тие ме, ата?» депті. Зерделі тағы да: Сонда қария: «Жасымда берген несием қартайғандағы несібем екен. Үй тігіп, қымыз сапырып отырғаным соның арқасы» депті. Қариямен қош айтысып, атқа қонған соң, бұлай шыға Зерделінің жолдастары: «Екеуіңнің сөздеріңді ұқпадық, түсіндіріп берші» деп өтініпті. «Екеуіңіз қалай дегенім, 2 аяғыңыз қалай, өзіңізбен жүре аласыз ба?» дегенім еді. Қария: «2 аяққа 1 таяқ қосылып 3 болдық» деді. «Алысыңызбен қалайсыз дегенім, алыстағыны көре аласыз ба дегенім еді». Қария: «Алысты көрмейтін болдым» деді. «Жақыныңызбен қалайсыз дегенім, тамақты ішіп жеуіңіз қалай дегенім еді». Қария: «Әр жерде бірден ғана тісім қалды, сонымен арпалысып күн көрем» деді. «Тәттіңізбен қалайсыз дегенім, ұйқыңыз қалай дегенім еді». Қария: «Ұйқым азайды» деп жауап берді. «Несиең тие ме дегенім, балаларыңыз күте ме? Жасында бағып қағып өсіріп едіңіз, енді олар сол еңбегіңізді ақтады ма дегенім еді». Қария: «Дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала қартайғанда бақыт екен. Балаларымның қызығын көріп отырмын» деді. Зерделінің жолдастары бұған өте риза болып: «Сен бізбен құрдассың, қариямен білім жарыстырғаныңа таң қаламыз» депті. Сонда Зерделі: «Өзім жас болсам да, әкем Қазекең көп жасады ғой» деген екен.